Айсауле, сен суды үнемдеу керек екенін білесің бе? Неге біз тек өсімдіктерді суарып жатырмыз ғой? Таза су барлығына қажет, бірақ біз оны үнемдеуіміз керек. Табиғаттағы судың арқасында заттар топырақтан өсімдіктерге, құрлықтан өзендерге, көлдер мен мұхиттарға, атмосферадан құрлыққа тасымалданады. Осы жүйелердің тірі ағзаларын қоректендіреді және олардың қалдықтарын шығарады. Судың жоғары жылу сыйымдылығы бар. Бұл планетада қолайлы температура режимін қамтамасыз етеді. Су фотосинтез процесіне қатысады. Онсыз өсімдіктер көмірқышқыл газын оттегіге айналдыра алмас еді, ал біз таза ауамен дем ала алмас едік. Су тұрақты даму үшін, сондай-ақ әлеуметтік экономикалық даму, энергетика және азық-түлік өндірісі, салауатты экожүйелер және адамның өмір сүруі үшін өте маңызды. Тұщы судың бұл аз ғана пайызы жер бетіндегі көптеген ағзаларға өмір береді. Судың арқасында климат, ауа райы қалыптасты. Өсімдіктер мен жануарлардың денесінде орташа есеппен 50%-дан астам су егіншілікке, тамақ дайындауға және адамның әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыруға пайдаланылады. Мен судың соншалықты маңызды екені білмедім, мама. Ал қалай үнемдейміз? Мен саған қазір суды үнемдеу жолын көрсетемін. Мама, түсіндім. Осылай суды лейкаға жинап алып, өсімдіктерді осылай суарамыз ба сонда? Иә, дұрыс айтасың. Жақсы, көрейік, мама. Қараңдаршы, достар, мұны істеу қаншалықты оп-оңай. Тамаша, бұл бізге таза суды үнемдеуге көмектеседі. Суды үнемдеудің басқа жолдары көрсетемін. Бұлай суды ағыздыруға болмайды. Қолыңызды сабындаған кезде де шүмекті жауып қойсаңыз, су үнемделеді. Бұл біздің планетамыз үшін оңай және жақсы. Енді тісімізді шаямыз. Тісімізді шайған кезде де бұлай суды ағыздыруға болмайды, досым. Тісімізді шайған кезде шүмекті жауып қойсаңыз, көптеген суды үнемдей аламыз. Теріңізді шайып болған соң, осылай стаканға су құйып алсаңыз, су үнемделеді. Бұл оңай! Досым, бетіңізді жуған кезде де бұлай суды ағыздыруға болмайды. Досым, егер суды жауып қойсан, су үнемделеді. Және де лайк басуға ұмытпа. Достар, және де қолыңызды сабындағанда шүмекті жабуға ұмытпа. Бізге қосыл, досым, суды үнемдеуді бүгіннен баста. Бүгін біз суды үнемдеудің қаншалықты маңызды екені және оны күнделікті қалай үнемдеу болатынды білдік. Бүгін бізбен болғаныңыз үшін рахмет. Лайк басып, каналымызға жазылуды ұмытпа, досым.